Кылмыстардын жыйынтыгы боюнча жазаларды ишинара косуу жол менен Камалов түпкүлүктүү 14 жылга бас бостандыгынан айырууга сотталган. Камалов Нурлан Аманұлы 1978 жылы Түркістан облысы Сарыағаш ауданында дүниеге келген. Діни білімі жоқ, лақабаты Әбу Абдулла, біріккен қазақ жамағатының әмірі болып, содырлардың отбасын қадағалаған. Барған адамның барлығы қару ұстайды, ол жерде анық соғысқа қатысады. Даиш халықаралық террорлық ұйымына қатысты деп айыпталған 14 адамның үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша процесс Нұр-Сұлтан қалалық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында өтті. Нурлан Аманович Камалов Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 257 бабының 1-ші бөлігімен 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодексінің 257 бабының 2-ші бөлігімен 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Жазаны өтеу қылмыстық атқару жүйесінің барынша жоғары қауіпсіз мекемесінде белгіленген. 2011 жыл Дубайға кеттім, Қазақстаннан. Сосын Дубайда тұрдым, жұмыс істедім. 2013 жылы Сирияға кеттім. Әйел бала шағаларға қарайтын болып жұмыс жасадым сол жерде. Қару ұстадыңыз ба қолыңызға? Иә, ұстадым қару. Қарудың қай түрі? Калашников. Сонда Сирияда кім үшін соғыстыңыздар, сіздер не үшін? Ислам мемлекетін құрамыз деп не қылды, сол. Әмірлер болды, арабтар. Солардың бұйрығыменен сол жерде болдық. Қазақ жігіттердің ішінде әмірлер болды ма? Иә, болды. Кімдерді айта аласыз, ықпалдысы? Сол Дауд болды. Абу Файза болды, Абу Сара болды. Камалов Нурлан Аманұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 257 бабымен айыпталды. Ол негізі әмір болып жүрген топтың құрамының басшысы дейміз. 14 сотталушының ішінде ең ауыр жазаны 14 жыл бас бостандықтан жаза тағайындалған Камаловқа. Көрдім, өліп жатқан адамдарды көрдім. Саясаты болған болуы мүмкін. Мұсылман мемлекеттерінде осындай бүлік шығарып, мұсылмандардың бәрін сол жерге жинап, сол жерде мақсаттары өлтіру болды. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орынды жерлерді алып жатыр, алхамдулилlah. Амалияға дайындалып жатырмыз. Нұр-Сұлтан қалалық соты айыпталушылардың апелляциялық шағымын өзгеріссіз қалдырды. Камалов Нурлан 14 жыл, Бақытжанов Ғазинұр 13 жыл, Жансенгіров Аманжол 12 жыл, Сәдуақасов Думан 11 жыл, Әбілхайыров Тұрлан 11 жыл, Қуанов Руслан 11 жыл, Дәурен Сәбитұлы 11 жыл, Алтаев Данияр 10 жыл, Төреханов Данабек 9 жыл, Ибраев Бахтияр 9 жыл, Әжмәмбетов Жандос 8 жыл, Нарбутин Алмас 8 жыл, Айыпқалиев Ермұхан 8 жыл, Амангелді Абзал 8 жылға сотталды. Жусан операциясымен қайтарылған жерлестеріміздің 48-і сотталды. Олардың 31-і ер адам. Олардың көбі
деструктивті сәләфилік ағымды ұстанушылар. Ең бірінші әрине бұл жихад деген Құранда келген сөзді бұрмалап түсінулерінде. Екіншісі діни сауатсыздық, немесе діни ілімді тиісті жерден алмауы. Үшіншісі бұл ауыспалы, астарлы мағынаға ие болған Құран, аят, хадистердің мәтіндерін тікелей мағынасында түсіну, немесе бұрмалау, немесе көсемдерінің бұрмалап түсіндірген мағынасында түсіну. Шариғатқа қайшы келмейтін салт дәстүрдің бәрі дін негіз бар. Біздің бірлігімізге ырысқы салғысы келетіндер біздің ұлттық нақыштарымызды, ұлттық санамызды кетірсе, яғни бізбен олар ойына келген жасауға бар болып тұр. Біріншіден осы жас жігітті, жас қызымызды жолдастарынан, достарынан тартып алу. Әкесі намаз оқыса, сен намазың дұрыс емес. Әкесі ханафи мазхабы бойынша намаз оқып жүр. Мына бала теріс ағым жолында жүргесін, сол себептен әкесі мен баласының ортасында осындай жанжал басталады. Ана мен баланың арасындағы махаббатты жою. Әйелмен жаңа кішкентай балам болдым. Үшеуміз через Россия арқылы өтіп кеттік. Соғысқа қатыстыңыз ғой? Да, қатыстым. Басынан ойынке болып соғысқан кезде қорқынышты болатын екен. Кейін үйреніп кеттім. Ол жақта сіз кім үшін соғыстыңыз, айта аласыз ба? Кім үшін? Аллахтың шариғаты үшін соғыстым. Халифат орнатылғаннан кейін сол халифат территориясын қорғау үшін. Кісілер енді соғыс көрген, өлім көрген, қанды көрген, оларға тек қана такфиризм, джихадизм идеологиясын абдан миларына құйып қойған, бізді тыңдамай, қабылдамай, сендер кімсіңдер, сендердің білімдерің жеткілікті емес, біздің деңгейге жеткен жоқсыңдар деген секілді, бізбен ана жақта арабтар жұмыс істеді деген секілді, білімді бұл жерде әмірлер жұмыс істеді деген секілді сондай әңгіме айта бастады. Түрмедегі оңалту жұмысын жүргізіп жатырмыз 2014 жылдан бастап. Әрине біздің мамандар дайын, мен ойлаймын, бірақ оған осы бір айдың ішінде, жарты жылдың ішінде, бір жылдың ішінде қайтады деген ол өтірік сөз, оған уақыт керек. Заң шариғат бойынша мемлекет ашамыз деп сондай оймен біреулер барған. Біреулер мұсылмандарға қысым жасап жатыр деп, көмек жасайық деп сол себеппен барған. Кеткіңіз келетінін, или ол жерде қолдамайтыныңызды, например, даже мимикамен білдірсеңіз де болды, сізді арамызда жүргенде мұнафиқ деп соңыңызға түседі. Жолдың бәрі заминированный деп айтады, снайперлер деп. Оны шығамын деп, сау отырған жермен шығамын деп, минаға түсіп қалып, естіп жатырық талай болады. Сондай нәрселерден қорқады екенсің да. Түбінде әйтеуір бір жүректе бір сенім болатын, әйтеуір түбінде бір өзіміздің еліміз тарапынан бір көмек болады ғой деген. Соған сеніп Аллахтан сұрап жүретінбіз. Өз отаныңда, бауырларыңменен, ата-анаң алдында, ағайын туысың арасында жүрген сол бақыт. Ол жауапкершілік күйеуімде болады ғой. Себебі мен күйеуіме итағат еттім. Өкінетін жағдайым, ешқандай мен діни нем жоқ, білімім жоқ. Бостандыққа шықсам, басқаша өмір сүретін едім. Анама сабыр қылсын деп сұраймын. Бала шағаларым бар, сабыр болу керек екен.
Біраз айғақтар тергеу кезінде дәлелденген. Лаңкес насихат жасау, жихадқа шақырған Қазақстанда тұрған азаматтарды соғысқа келіңдер деп үгіт жасап, интернет арқылы, WhatsApp арқылы СМС сообщение жіберген. Экстремизм, терроризм жасаған қылмыскерлер, оларды заң бойынша УДО-ға бізде ондай негізі ұсыныс жасамайды, себебі ол аса ауыр қылмыс жасаған. Әрине, біздің өзіміздің Қазақстанда азаматтар көп болды, қарсы шыққан. Бірақ балаларды ойласақ, қарасақ, егерде сол жерде жүргенде, сол жерде қалғанда, олардың болашақтары қалай болады? Белгісіз ғой. Олар солар террористік ұйымның ішінде жүреді, соның ішінде өседі. Ол жігітті балалар, қыздар ертең өседі ғой. Ертең мен қазақпын деп, оны ертең террористік ұйымдар Қазақстанға жіберуі мүмкін. Сендер өстіңдер, жетіңдер, енді барыңдар, елдеріңді бүлдіріңдер деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде енді біздің елбасымыз алға қарап, болашақты ойлап, ол жігіттерді, балаларды алып келіп, тәрбиелеп, бүгінгі күнде олар мектепке барып жатыр. Әлі мәселелер бар, проблемамыз бар. Бірақ ол проблеманы шешу үшін енді мемлекетіміз біз халық болып, ел болып, жұрт болып, соны шешуіміз керекпіз. Елбасымыздың және мемлекет басшысының тікелей тапсырмасының аясында соғыс жүріп жатқан алаңнан Сирия, Шам елінен Қазақстан азаматтарын елге қайтару жусан операциялары, Ирак жерінен кішкентай бүлдіршіндерді елге алып келу Русаф операциясы, бұл мемлекетіміздің өз азаматтарына жасаған ерекше қамқорлығын паш етеді деп есептейміз. Бұл шара халықаралық деңгейде үлкен ауқымды іс, соғыс алаңынан өздерінің өмірлерін қауіпке тігіп, күштік құрылымның азаматтарымызды елге алып келуі ең алдымен олардың батылдығы мен батырлығын көрсетеді. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті террористік топтарға қосылған қазақстандықтарды елге қайтару шараларының аяқталғанын мәлімдеді. Жусан гуманитарлық операциясы кезінде елге 595 адам қайтарылды. Олардың 33-і ер адам, 156-сы әйел, 406-сы бала.